мен сіздерге үй жағдайында дәстүрден тыс сурет салу әдісін көрсетемін. Бұл үшін бізге қажетті құралдар: қыл қаламдар, желім, құтыға құйылған сұйық май, ақ парақ, ақ қағаз және түрлі суреттер бола береді. Енді қазір балалар, біз осы дәстүрден тыс сурет салу әдісімен бүгін сиқырлы сурет саламыз. Жаңа айттым, ол үшін бізге қажетті құралдар: қыл қалам, желім, сұйық май және ақпарат пен суреттер деп, иә? Енді қараңыздаршы, мына қандай суреттерді көріп тұрсыздар? Нені көріп тұрсыздар? Қоян, өте жақсы. Содан кейін қиян және торғай, өте жақсы. Мысық қайда өмір сүреді? Үйде. Ал қоян ше? Орманда өмір сүреді. Қиян орманда, ағашта секіріп жүреді, орманда. Ал мынау торғай не істейді? Ұшады, жүреді. Өте жақсы, жарайсыздар. Ал енді қараңыздаршы балалар, мінекей осы суретті біз қазір ақпаратпен желім арқылы үстіне беттестіріп жабыстырамыз. Мінекей суреттерді желіммен үстіне желім жағамыз. Желім жағамыз, иә? Енді мінекей мынау таза ақ парақты осының үстіне беттестіріп жабыстырамыз. Бірдей қыламыз шектерін. Үстіне беттестіріп жабыстырамыз. Үстіне басып шығарамыз. Суреттер көрінбей қалды, иә? Қараңыздар, суреттің барлығын біздер жауып тастадық. Енді осы сиқырлы суретті қайтадан көру үшін алдымызға құтыға құйылған мінекей сұйық май және мінекей саған. Енді қолымызға қыл қаламды аламыз. Алдық па? Енді қараңыздаршы, мына сұйық майға қаламызды саламыз. Енді сурет қоямыздаршы. Не шығып жатыр? Сурет. Жаңағы суретіміз қайтып шығып жатыр, иә? Сиқырлы ма екен? Иә. Қайтадан тағы қандай сурет болып еді? Ұнады ма балалар? Иә. Үйде жасаймыз ба? Иә. Қайтадан сиқырлы суретіміз шықты. Жарайсыздар, өте жақсы. Неге ата-аналар осы суреттерді үй жағдайында бояп салуға болады?